қара басының қалтасын толтыру үшін ішсем, жесем, бала шағама қос-қостан үй әперейін, астына қымбат пәтер алып берейін деп жүрген азаматтар біздің қоғамда өте көп. Тобыр-тобырмен, топ-тобыменен топтасып жүр. Ал алаш қайраткерлер олай болған жоқ. Анау Әлихан Ахмет Міржақыптар алаш қозғалысын бірге бастады ғой, білесіздер. Ал 1917 жылы үкімет құрылғанда алаш қайраткерлерінің ішінде үкіметтің ұлттық үкімет құрамында Міржақып пен Ахмет енбей қалды. Сонда Ахмет Міржақып айтты ғой, біз қалың қазақ өз алдына азат бостандық таңы жеткен күні сол үкіметтің атқосшысы болып деді. Аттарына уақытылы жемін салып, шөбін беріп, суын беріп тұрып, еңбек етсек те арланбаймыз еді. Міне, ұлтын сүйген ұлы жүректер ғана айтылатын сөз бұл. Сондай тұлғаларды біз шын зиялы дейміз. Ал біздің қоғамдағы бүгін зиялы болып, ел алдында жақсы киініп ап, әп-әдемі жаттанды сөз сөйлеп жүргендердің зиялы емес, зияндылар. Оларды біз зиялы қауым деп қоямыз. Шын мәнінде зиянды қауым. Бүгін сол зиянды қауым анау әкім қаралардың жанына барып, жағымпазданып, жалтақтап, руды руға шағыстырып, ұлтты ұлға айдап салып, сына қағып, жерге жікке бөліп отырған солар кер тартпа ойындардың барлығы ел алдында жүрген зиялы сымақтардың тарапынан жасалып жатыр. Әйтпесе қарапайым халық оны барып кім істей алмайды. Қарапайым халық ру дегенді, жік дегенді оны ойламайды, оны түсіне де кірмейді. Өйткені қарапайым халық ертең бала шағамды қалай асыраймын, бүгінгі нәпақамды қалай табамын, ертең рызық несібем не болады деген уайым қайғымен өмір сүріп жүр. Біз зиялы деген ақын, жазушы, өнер қайраткерлер, спорт адамдар деп ойлаймыз. Зиялы деген олай емес. Зия деген арабтың сөзі. Зия деген мәдениет, күн нұрын төгіп тұрған, күн сияқты өзіне тартып тұратын адам. Ол қарапайым мұғалім де бола алады, ол дәрігер де бола алады, ол ақсақал да болады. Біз мен соларды ұмытып қалдық. Зиялы деген ол ел алдында жүрген адамдар емес. Зиялы деген Инстаграм жүргізіп, оқырманы көп жинап, аудиторияға қызмет етіп отырған адам емес. Біз соның бәрін құндылықтарын дұрыс түсінбей жүрміз. Негізі әр нәрсенің орны бар еді ғой, соны ұмытпайықшы.